жаңарған жасушалардың орнын толықтырады. Осы кезеңде ағза бұрын жиналған зиянды заттардан арылып, қорғаныс қабілетін күшейтеді. 20 күннен кейін адамның жүйкесі тынышталып, ойлау қабілеті жақсарып, есте сақтау қабілеті артады. Көп адам өз бойынан ерекше жеңілдік сезінетінін айтады. Бұл өзгерістердің бәрі Алланың адам баласына берген ғажайып жаратылысының айқын дәлелі. Ағза өздігінен тазарады, өздігінен қалпына келеді. Дегенмен ең маңыздысы, оразаның басты мақсаты тек денсаулық емес екенін ұмытпау. Ораза ең алдымен Алланың разылығы үшін ұстайтын қолшылық. Алла тағала бұл ғибадаттың өзінде адамға рухани да, тәндік те пайда сыйлап қойған. Сондықтан біз оразаны жай әдет ретінде емес, үлкен нығмет ретінде қабылдауымыз керек. Иманмен, ықыласпен ұсталған ораза жүректі де, денені де тазартады. Құрметті көрермен, оразаны тек аш жүру деп түсінбейік.